Қазір мен көрсетемін жүнге мен жүннің үстіне нені жапсырып жүргенімді. Вот міне мынандай шелк туссам 20 грамм дейді, 800 теңге алған ба. Вот мына шетелден сатып алған. Міне мынау шелк тусса, бұны жүннің қоңыр жүннің үстіне жапсырып қойсаң, шыққан кепкен кезде мынау күшті болып шығады. Қоңыр, шелк тусса. Мынау міне шелковые волокна Малбери дейді. Шелктың аты Малбери. Мынау күшті тоже міне. Коричневый. Мен не помню, неге салғанымды, но тоже салдым бұны. Шелк Малбери. Потом вискоза бізде сатылады. Алматыда Армада деген магазин бар ғой. Соның ішінде вот это Леонардо дегенге барып, волокно для валяния бар ма деп сұрасаңдар, мынау 800 теңге, по-моему. Бір палантинға осында екеу керекші. Мынау розовый міне. Бұл тоже не сияқты, как его? Шелк сияқты тоже осындай жапсырасың міне. Сарының үстіне, это шелк у меня. Потом смотрите, она жилеткама мына сияқты жіпті жапсырған. Мынаны я купила за 1000 теңге. Бізде барахолкада сатылады. Скриншотын жасап алыңдар қазір былай. Міне мынау жіп міне. Осы жіп. Осындай іздеп көресіңдер, кім ана барахолкадан немене аталайды, ана Ялян, потом не мата сататын жер бар ғой, дәстүрдің мына оң жағындағы аталай оның. Сол базардан сатып алған. Міне мынау еще. Мынауда турецкий жүндер бұлар міне. Міне. Мынаны 1500-ге сатып алған. Мынау көпке жетеді, мынау үлкен тоже. Бұны мен бүйтіп аламда, мынау былай етіледі, как его. Қалай айтсам, ішінде бір қара жіпке мынаны жапсырып қойған. Сол қара жібін алып тастаймын да, өзі осы мына не сияқты, мынандай болып шығады бұл да. Где это? Шеті бар ма мына? Міне. Шеті бұның былай сейчас покажу. Міне, осылай болып түтіледі. Осыны жапсырған мен. Жилеткама вот осы жапсырған міне. Бұны виброшлифовальный машина бар, Макита. Сондай албасаңдар сендерге 10 жылға жетеді. Сонымен жақсы жапсат бұлар. Қолмен жапсыру бұны қиындау. Поэтому мен осындайларды жапсырған кезде мынандайларды виброшлифовальный машинамен жапсырамын. Потом я покупала мына сияқтышы шелковые одеяла Малбери дейді. Бұл кәдімгі үлкен былай не сияқтышы, бұл мата сияқты. Мынау жатып қалған ескімі, мынау жабыспайды, мен жабыстырмаған дәрсем жоқ. Жабыстыра алмай қойдым, она у меня лежит уже, не знаю, 2 жыл лежит. И керек емес, маған ұнамады шы, мынау. Ұнамады маған, мына шелковое одеяло. Оның либо свежий керек па, анау жатып қалған, мен жабыспайды жүнге жабыстыра алмай қойдым мынаны. 3100-ге алған, өте қымбат болған, мақтап. Содан бұл жабыспайды жүнге. Жатыр меня босқа. А мынадар мне күшті жабысады мне. Осылар мне күшті жабысады прям. Мынау особенно итальянский, по-моему. Малбериші жабысқан кезде кәдімсізгі вот 26 грамм ба, мына жерде 13 грамм ба. 26 грамм 1200 теңге алыппын. Күшті жабысады, но прям жүннің сыртын не тастайды, лакированный қып тастайды шы. Сол, вот сондай.